Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз қытырлақ өзбек самсасын дайындайтын боламыз. Әлі ешкіммен бөліспеген құпия рецепті сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Сондықтан каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып, лайк басып, видеомды қолдап қойыңыздар. Арасы қатпар болып тұратын осындай қытырлақ самсаны сіз де өз қолыңызбен жасап, қонақтарға ұсынып, отбасыңызды қуанта аласыз. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен біз ұнды електен өткізіп аламыз. Одан кейін суға 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық қант салып жақсылап араластырамыз. Самсаның қамырына қосатын барлық ингредиенттерді астына описание бөліміне қалдырып жазып қоямын. Енді осы судың үстінен 9% уксустан 1 шай қасық қосамыз. Уксустың ешқандай зияны жоқ, ол тек қамырдың қатпарлы болуы үшін ғана қосатын боламыз. Енді қамырдың ортасын кішкене ашып, осының үстіне ерітілген сармайды қоямыз. Ерітілген сармаймен де 72%-лық сармай, маргарин қоссаңыздар да болады. Және кішкене судан қосып отырып, шетінен қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырдың қаттылығы кәдімгі бешбармақ қамырына илегендей етіп қаттылау болғаны дұрыс. Егер жұмсақ болып кетсе, ол самсамыз қатпарлы болмай шығуы мүмкін. Мінекей осылай видеодағыдай етіп, барлық қалған ұндарын осылай біріктіріп, аздап су қостым, 1-2 ас қасық жетпей қалған жеріне. Одан артық су көп қоспаймыз. Енді осы қамырымызды бір 10-15 минут жақсылап қолмен қайта қайтарып, осылай қолға икемді қамыр илейміз. Осылай жақсы иленген қамырдың бетін пакетпен немесе салфетпен жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 10-15 минут өткен соң тағы да алып, осылай қолмен бір қайтарамыз. Қамырды осылай әбден қайтарып, үйін жақсы қандырсаң, онда жайылуы әдемі болады. Қатпарларда күшті болып шығады. Осылай қайта қайтарып жасауды ұмытпаңыздар. Менеге қараңыздар, қамырымыз қандай әдемі болып шықты. Енді осы қамырды тура 2-ге таразымен бөліп алдым. Осы 2 қамырды қазір жақсылап жаятын боламыз. Алдымен қолымызбен осылай шеттерін басып алып, кішкене үлкейтіп аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен кішкене ұн себелеп отырып жайып алатын боламыз. Одан кейін қамырдың ортасына қатты күш түсірмей, барлық жағын біркелкі етіп жаюға тырысамыз. Осы уақытта арасына жағатын сармайды да газге қойып қоямыз. Ең жай көзіне қойып, ертіп аламыз. Біз қамырын бетіне жайғанда майымыз жылы болу керек, яғни ыстық болмау керек. Ыстық болса қамырымыз жабысып, дұрыс арасы қатпарлар дұрыс шықпай қалады. Жылы, немесе салқындаған кезде арасына осылай жағып шығамыз. Одан кейін шетінен осылай қатты нығыздап отырып, тығыз етіп ораймыз. Видеода көрсетілгендей етіп осылай орап аласыздар. Бітіп жатқан шеттеріне де осылай май жетпей қалса, аздап жағып жеріп жабыстырамыз. Осы бірінші қамырды орап қоя тұрамыз. Одан кейін екінші қамырды жаямыз. Екінші қамырды да дәл жаңағы бірінші қамырда етіп, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей екінші қамырымызды жайып алдық. Жаңа қалған майымызды осының үстіне құйып, оның үстінен осылай қолымызбен немесе щеткамен біркелкі етіп жайып шығамыз. Одан кейін жаңағы бірінші жайылған қамырды осы қамырдың үстінен қойып, осылай видеодағыдай үстінен бірге ораймыз екеуін. Самсаның қатпарлы болып шығуы дәл осылай орауында. Видеоны артқа қарай жүргізіп қайтадан көрсеңіздер болады.
Одан кейін осылай қатты нығыздап рулетті ораймыз. Тура осы видеода көрсетілген етіп жасасаңыздар, сіздердің де самсаларыңыз қатпарлы болып шығады. Осы қамырды салапанға салып 4-5 сағатқа мұздатқышқа салыңыздар, немесе бір түнге салсаңыздар тіптен жақсы болады. Керек кезде алып, жібітіп жасай беруге болады. Мен көбінесе бір түнге мұздатқышқа салып қоямын. Одан кейін ертесі күні таңертең алып жұмсартып жасай беремін. Салмасына фарш, қойдың немесе сиырдың етінен жасалған май араласқан фарш, одан кейін пияз, картоп, өз қалауларыңызша асқабақ қосып, тұз, приправаларын қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Бұл жерде бас қағида, біздің фаршымыздан пияз көп болу керек. Егер 300 грамм фарш қолдансаңыз, сіз 500-450 грамм пияз қолдануыңыз керек. Арасына қосатын салмасын самсаны мұздатқыштан шығарғаннан кейін барып дайындаймын. Яғни свежий болып тұрады. Одан кейін осылай видеода көрсетілген етіп кесіп аламыз. Тура осы қамырдан үлкенді кішілі 30-40 самса шығады. Осылай кесіп алып, арасына салмасын салып пісіре бересіздер. Осылай үстінен басып кішкене әрқайсысын домалақтап етіп жайып шығамыз. Аздап ұн қосып отырып, дөңгелек етіп жаямыз. Осы қамырды тым жұқа қылмаймыз, өйткені арасын бекіткен кезде ашылып кетуі мүмкін. Сәл-сәл қалыңдау болғаны жақсы. Сонда арасында қатпарларды әдемі болып шығады. Өзіңізге керек самсаның қамырын осылай жайып алып, арасына салмасын саламыз. Салмасын көбірек етіп салсаңыз, самсаңыз піскенде томбақ болып тұрады. Ал аз салсаңыз, самсаңыз жіңішке кішкентай болып қалады. Арасын астында бекітетін жерлерін қаттырақ бекітіп жапсаңыз, астынан майы ақпай жақсы піседі. Дайындап алған самсаның бетіне бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып, самсаның бетіне жағып шығамыз. Үстінен өз қалауыңызша кунжут немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Дәл осылай жасап, мұздатқышқа салып қатырып қойсаңыздар да 2 айға дейін қолдана беруге болады. Мұздатқышқа қатыратын кезде де бетіне осылай жұмыртқаның сарысын жағып саңыз болады. Енді осы самсаны 180 градуста 35-40 минуттай жақсылап беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей самсаларымыз дайын болып шықты. Өте қатпарлы самса болып шығады. Осылай жасап жүргеніме мен біраз болды. Сіз де жасап көріңіз, сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдімін. Егер осы уақытқа дейін сіздің самсаңыз қатты болып қалған болса, осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Менің қолымнан келген нәрсе сіздің де қолыңыздан келеді. Жасап көріп, отбасыңызды қуантыңыз. Бізде бір шайға қойғанда осы самсаның барлығы жоқ болады. Ал егерде осы менің рецептімен жасап жатсаңыз, міндетті түрде астына комментарий бөліміне өз ойыңызды қалдырып кетіңіз. Бұл біз үшін өте маңызды. Ал видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, қолдап қойыңыз.